Армысыздар ардақты ағайын. Бүгін біз қазақ бейнелеу өнерінің алтын қорынан ойып тұрып орын алған тағы бір туындының тарихына тоқталамыз. Бұл қазақ қыздарының арасынан шыққан тұңғыш кәсіби суретші Айша Ғарифқызы Ғалымбаеваның «Мен және гүлдер» атты автопортреті. Айша Ғарифқызы Ғалымбаева 1917 жылы 29 желтоқсанда Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданы Есік қаласында дүниеге келген. Қазақ кескіндемешісі және кино суретшісі, Қазақстан халық суретшісі, Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері, Шоқан Уәлиханов атындағы мемлекеттік сыйлығының лауреаты, құрмет белгісі, еңбек қызыл ту ордендерінің иегері. Айша Ғарифқызының есімі республиканың құрметті алтын кітабына жазылған. Ол Қазақстан өнерін дамытуға қосқан үлесі үшін Тарлан сыйлығымен марапатталған. Бұл автопортреттің ерекшелігі суретші айнадағы өзінің бейнесіне қарап отырып, жастық шағындағы келбетін бейнелеген. Ол кезде Айша Ғалымбаева 72 жаста еді. Айша Ғалымбаева бұл жұмысты әбден өзіндік қолтаңбасы қалыптасып, танылған кезінде салғаны байқалады. Жұмыс Кенепте майлы бояу техникасында салынған. Қарағанды облыстық бейнелеу өнер музейінің қорына 1991 жылы көркем көрмелер дирекциясы арқылы келіп түскен болатын. Жалпы жұмысқа тоқталатын болсақ, ол екі планнан тұратын сюжетті жұмыс болып табылады. Алдыңғы планда гүлдер, ол кісінің сүйікті салатын гүлдері, және де кітап, құмыра, столды көреміз. Артқы планда автордың автопортреті. Ол кезде ол кісінің жасы 70-ті алқымдаған шағы. Дегенмен өзінің сол бір жас толықсыған келіншек бейнесінде салады. Себебі Айша Ғалымбаева жан-жағынан тек әдемілікті, сұлулықты ғана көрген. Және айнаға қарап салған байқауға болады. Жұмыстың ортаңғы бөлігін жоғары жағына назар алсақ, сәл-сәл рамка іспеттес, бөлік бір кеңістік тұрған іспеттес. Сол арқылы бұл кісі айнаға қарап отырып, айнадағы өзінің бейнесін бергендігін көруге болады. Еңбек 1989 жылы Алматы қаласында жазылған. Суретші бұл кезде өзінің шамамен 50-ші жылдардағы бейнесін келтіреді. Ажары қызыл арай тартып, шаш үлгісі сәл бұйраланып, артқа жиналған. Жүзін, көзін төмен қарай салуы, басын сәл ғана төмен қарай салу арқылы бұл жерде тек ол кісіге ғана тән қасиет емес, сонымен қатар барлық қазақ әйел затына тән биязылықты, нәзіктікті, сыпайылықты бере білген осы жерде. Және де алдыңғы планға келетін болсақ, сүйікті гүлдері. Бұл гүлдер дегеніміз бала кезінен сурет салуға құштарлығы оянған кезден салатын сүйікті пиондары. Ал пиондардың шанақтарының ашылуы арқылы бұл кісінің жаңағы әдемі бір әйел ретінде ашылған сәтін беріп отыр. Кітап тұр. Бұл арқылы суретші сол кездегі қазақ қоғамындағы қазақ әйелдерінің сауатты болғандығын, білімді болғандығын, көкірек көздері ашық болғандығын осы автопортрет арқылы беріп отыр. Айша Ғалымбаева әйел теңсіздігі өршіп тұрған 20-шы ғасырдың бірінші ширегінде дүниеге келгеніне қарамастан өнерден өз орнын таба білді. Алатау бөктерінде дүниеге келген суретші жастайынан сұлулыққа құштар болады. Гүлдердің суретін салғанды ұнатады. Жас Айшаның бейнелеу өнеріне деген қызығушылығы оны Алматы көркем сурет училищесіне оқуға түсуге жетелейді. Бейнелеу өнерінде алғашқы қазақ қыздарының қарлығаштарының бірі осы Айша Ғарифовна Ғалымбаева. Енді Айша апайды мен өзім сол 60 жылдың соңы, 70 жылдың басы Қазақ педагогикалық институтында жұмыс жасап жүргенде біраз танысқаным бар. Ол кісі бізге бір жылдай сабақта берді. Енді Айша туралы айтатын болсақ, өзі бір көрікті, қазақ қыздарына тән бір ғажап мінезі бар, творчестволық, шығармашылықты өте тереңнен қозғай алатын бір сондай адам болды. Қалжыңмен айтатын, немесе болмаса ізденістің
түрлі әрекеттерін ерекше мысалдармен келтіріп отыратын бір жайлы ұстаз болды. Ол кісі түсіндіргенде сол жаңағы қандай ерекшеліктің болатынын соны алдын ала болжап барып, бет алды қол кенеп бетіне жасай бермей, ойнанып барып жасауды ерекше мәні ретінде өзінің ерекшелігін көрсетіп отырды, айтып отырды. Ол кісі көп жағдайда көрсеткенде өзі қолын аласап, жаңа бояу тұстарын өзі көрсеткенде өте қатты ұнататын еді. Айша Ғалымбаева махаббат туралы аңыз, өжет қыз, Шоқан Уәлиханов жайында түсірілген оның заманы әлі алда. Бұл Шұғылада болған еді сынды фильмдерінің қоюшы суретшісі. Сондай-ақ қылқалам шебері қазақ киноларындағы ұлттық киімдерінің эскизін жасап, әртістердің образын бейнелеген. Бұл еңбектері 1958 жылы Қазақтың халық киімдері атты альбомға жинақталған. Көптеген республикалық, одақтық және халықаралық көрмелерге қатысады. Оның туындылары Қазақстан, ТМД және әлемнің көптеген елдеріндегі жеке топтамалардан орын табады. Анам соғыс басталмай тұрып, ауыл-ауылдарды аралап жүріп, ұлттық костюмдердің үлгілерін жинап, осы альбомға енгізді. Бұл қызығушылық маған да берілген болар. Өйткені мен кішкентай кезімнен анамның қасында осы шеберханада жүретінмін. Оның шығармаларындағы қанық түстер маған да жақын. Бірақ менің жұмыстарым тек ұлттық бағытта емес. Кино өнеріміз енді ол бөлек әңгіме. Бірақ кино өнерінде мынау қазақ суретшілері ерекше атсалысты. Оның ішінде мынау жаңағы Сахир Аманов, осы Ғайша Ғалымбаева сияқты суретшілер жаңағы кино өнерінде өзінің ерекшеліктерін көрсетті. Оның жаңағы кино өнерінде жасаған эскиздері өте көп. Жаңағы әсіресе мынау жаңағы сонымен қоса Әубәкір Исмаилов та жаңағы кино өнерінде үлес қосты. Мінекей осы киноның өнерінде ол ерекшелігі сол киноның сюжетіне байланысты композиция жасау, соны киіндіру, сол образдардың жаңағы тек қана актер оны көрерменге соншама ойнап береді, бірақ оны қалай киінетінін әрине суретшінің міндеті. Осы жаңағы көркемдікті ерекше көрсете білген қазақ қыздарының ішіндегі осы Айша апамыз. Айша Ғалымбаева өткен ғасырдағы орын алған барлық дерлік тарихи қиын кезеңдердің куәгері. Алайда бір қызығы, сол сұрапыл соғыс, ашаршылық, репрессия сынды зұлмат жылдардың көлеңкесін еңбектерінен көрмейсің. Керісінше туындыларында барынша ашық, қанық бояуларды қолданып, жағымды образдарды сомдаған. Ол кісінің шығармаларындағы ерекшелік қанықты бояу түстері. Шеберханасында да бір болғаным бар. Сондағы менің жаңағы байқағаным, ол кісінің жаңағы палитра дейміз. Бояуды езіп, сонда жаңағы түрлі бояудың қанықтылығын алатын үлкен жаңағы қолға ұстайтын нәрсе. Ал енді Айша апамыздың палитрасына мен ерекше таң қалдым. Жаңағы жылжымалы қазақтың үстелінің үлкендігіндей ғажап палитра. Соның үстіндегі краска ғажап. Әрбір красканы үлкен қалқаламмен алып, жаңағы сол небір қанықты түстердің жаңағы түсін жасап кенеп бетіне жағуы, ол кісінің жаңағы ізденісі, шеберлігі. Кейбіреулер өте жұқа мәнермен, енді ол суретшінің іскерлігімен, шеберлігіне, тапқырлығына байланысты. Ал Айша апамыздың қанық түстер соншама мол алуы, жаңағы түстердің қоюлығы, нақыштардың айғайлап соншама жарық көрінуінің өзі останау. Бұндай жаңағы шеберлікті өзіне жылдар бойы қалыптастырған екен ау деген ойда қалдым. Шығармашылығында осындай бірбеткейлікті ұстанған суретшінің мінезінде де өзіне тән ұстамдылық, қайсарлық бар екенін байқауға болады. Совершенно идеальная мама была. Ол өте еңбекқор адам болатын, бәріне үлгеретін, бірақ бос уақыты пайда бола қалса, осында шеберханасына келетін. Тыныштықта жұмыс істегенді ұнататын, өз өмірін бейнелеу өнеріне арнағанмен отбасын ошаққасын ұмытпады. Біздің әрдайым қарнымыз тоқ, көйлегіміз көк болатын. Ол мінсіз ана болды. Анам өтірік айтқанды, көкірек кергенді жақтырмайтын. Ондай адамдардан аулақ жүруге тырысатын. Өзі өте қарапайым, сабырлы еді.
Ол кісінің тақырыптарының бірі сол алғашқы мынау 60-шы жылдардағы ең керемет тақырыптың бір тың тақырыбы. Ол кісінің мынау жаңағы тың тақырыбына жазған Қостанай пирамидалары, сол жаңағы астықтың тау пирамида болып үйіліп жатқандағы образын жаңағы беруі, сол тың тақырыбындағы бір ерекшелік, көркемдік ерекшелік, адамның еңбегін бағалай білу, сол еңбекті көркемдікпен көре білу, осының бәрі мынау суретшінің тыңнан ізденіп бір ерекше пайымдау табу, композиция жасау ерекшелік етті. Айша Ғалымбаеваның шығармашылығында келесі бір негізгі үлкен бағыттардың бірі ол әйел адамның образын сомдау болып табылады. Өзінің туындыларының көбінде сол кездегі қазақ қоғамында еңбек етіп жүрген, өзінің үлесін қосып жүрген дамуына әйел адамдардың портреттерін сала білген. Сондай бір шығармаларының бірі үлгілі совхозының бригадирі Казинаның портреті болып табылады. Бұл үлгілі совхозы негізінен қазіргі Жамбыл облысының тән ауылдардың бірі болып саналған, және де мақта жинаумен айналысатын еңбек әйелдерінің ішінде, соның ішінде бригадир ретінде жүрген әйел адамның портретін береді. Жалпы әйел адамның бұл жерде өте сұлулығын көруге болады, және де түйенің үстінде отырған бейнесі ол кісінің басқалардан сәл биік тұрғандығын, басқарып жүргендігін аңғартып отыр. Аталмыш туынды 1985 жылы Кенепте майлы бояу техникасында жазылған. Келесі шығармасына тоқталатын болсақ, социалистік еңбек ері Әбенова Майшайдың портреті. 1984 жылы Кенепте майлы бояу техникасында салынған. Бұл жұмыс негізінен екі планнан тұрады. Алдыңғы планда социалистік еңбек ері ретінде әйелді берсе, екінші планда автор гүлдер арқылы әйелге тән нәзіктікті, сұлулықты бере білген. Және де бұл жұмысқа қарап, автордың гүлдерді жақсы көретіндігін тағы да бір аңғаруға болады. Музей қорында Айша Ғалымбаеваға арналған өнер туындысы да бар. Оны қарағандылық суретші Лидия Дроздова 2017 жылы Қылқалам шеберінің 100 жылдығына арналған мерейтойына арнайы салып, біздің музей қорына сыйға тартқан болатын. Айша Ғалымбаева қазақ өнерінде ұлттық натюрморт бағытының негізін қалаушылардың бірі. Әр туындысынан қазақы нақышты басымдылыққа алғанын байқайсың. Киіз үйдің ішіндегі алуан түске боялған ою өрнектер, бір-бірімен ғажап жарасын тапқан бұйымдар бейнеленген картиналар сол кездің өзінде талай танымал тұлғалардың оң бағасына ие болған. Бала Айшаның шығармашылығын бірінші болып әжесі шыңдап жол көрсеткен екен. Бейнелеу өнерінің бір ерекше бір сүбелі жанрларының бір мынау натюрморт. Осы натюрморт арқылы Айша апамыздың қазақтың ұлттық тағамын ерекше көрсете білген Дастархан деген натюрморт шығармасында тіпті қарапайым қазақтың бауырсағын қандай керемет ерекшелігін образды жасады. Міне бұның барлығы суретшінің көркемдік ерекшелігі, ізденісі. Сол жаңағы шығармада жай ғана затты көрсету ғана емес, қазақтың ұлттық ерекшеліктерін көрсетудегі ерен еңбегінің жемісі деп білуге болады.